Тыңдасаңызшы. Сіз бірінші апаның алдында сіз болған жоқсыз ғой. Апаға мысалы апаға жоқ, әке шешем түсініп тұрмын. Шымкент қаласындағы зетті зейнеткерлер шипажайында орын алған жағдай редакциямызға хабарласқан Бабур Рижамет мырзаның айтуынша, небәрі 2 күн бұрын орталыққа орналастырылған ата-анасы күтпеген қолайсыздыққа тап болған. Ассалаумағалейкум, Бағдәулет Ерланұлы. Бүгін біз Шымкент қаласындамыз. Осы Шымкент қаласында орналасқан бүгін зетті зейнеткерлер орталығына келіп отырмыз. Мұнда кіреберісте қалдық деген табалдырықта түніміз өтіп жатыр деген әжем мен атаның айтары бар екен, соны тыңдауға келіп отырмыз. Қазір осындағы мамандармен сөйлесіп, бар шындыққа көз жүгіртетін боламыз. Жуыну үшін де, дәретке шығу үшін де жанымыздағы бөлмелердің есігін қағамыз. Түн ортасында біреу есік ашса, бірден бізге көзі түседі. Үлкен кісілерге бұл өте ыңғайсыз, жеке кеңістік деген мүлдем жоқ дейді қариялар, наласын жасыра алмай. Мен душқа кірдім, например, кірдіңіз душқа. Отырдыңыз. Мына адам шығып қалды. Тыңдасаңызшы. Сіз бірінші апаның алдында сіз болған жоқсыз ғой. Апаға мысалы апаға жоқ, әке шешем түсініп тұрмын. Апаға бірінші айтылды, апа сіз көнесіз ба дегенде, апа мақұл деп көнген бірінші, дұрыс па? Білмей түсінбеген не понятка болады. Қос қарияға берілген орын кәдімгі ортақ дәліз, 2 бөлменің қақ ортасы, ал 2 жақтағы бөлмелердің әрқайсысында душ пен дәретхана бар. Алайда дәл сол 2 есіктің ортасында төсек жайылып, қариялар сол жерде түнеуге мәжбүр болыпты дейді ұлы Бабур Рижамет. Ападан бір алдынан өтті ғой. Ападан? Иә. Ападан өтті, кейін маған звондады, проходныйда жатырмыз деді, келдім мен. Сізге түнде звондады, басшылар бар кезде күндіз сағат 6-ға дейін келмейсіз. Мен жұмыс істедім мен. Сағат 8-ден кейін келдіңіз, мына жерде келіп қасыңызға. Қарамайсың, сен ғой осы жерде жұмыс істейтін. Жоқ, жалпы ағасы мына жер, есім Бағдәулет болады. Менің өзіме кіреберіс сияқты көрінді да. Кіресің есіктен. Табалдырықтың астында жатқан сияқты көрініп тұр да маған. Мына бөлменің есігі бар. Бірақ кірген кезде мына жер теледидар көріп, демалып отыратын. Маған солай көрініп тұр енді. Алайда Бабур мырзаның ата-анасы ем-домға, күтімге шағым айтпайды. Медициналық қызметі жақсы, мамандар барынша жылы қабақ танытты дейді. Бірақ жатын орын мәселесі шешілмеген соң көңілі күптіге айналған. Кешен бері давлением ашып жатқан, давленияларын өлшеді. Жақсы мақұлды. Жалпы қарады ғой, жақсы қарады. Енді орынға мындақ қылмаса жақсы, тамақлар ем жақсы, медсестралар жақсы. Кеше бұл қабылдамады да, башқа қыз қабылдаған енді. Ярым сағаттан кейін Әштепеде отырдық та, кейін ертеге ауыстырамыз деді. Çünkü шандым мен. Ауыстырамын деген екен. Ерте ауыстырамын деген екен, бүгін ятайық, ерте башқа жай болар. Жалпы ем-дом барлығы дұрыс қой, Емлер жақсы, врачлар ем жақсы, түме давленияларын өлчеп келеді, жақсы. Шыбажай жақсы, мен жалып қыламаймын. Жақсы. Сол жаңа табалдырық тағып кеттік деп арыздандыңыздар ғой, Сол ғой бар арыздарыңыз. Бар. Дұрыс па? Дұрыс. Ал орталық директоры болса қариялардың алдын ала келісім бергенін алға тартады. Яғни дәл осы орынға орналасуға қос қарияның өздері келісім берген. Мақсатымыз бәле арттыру емес, бата алу деп дөп кесті орталық басшысы. Асанов Нұржан Артажұлы, Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасына қарасты зетті зейнеткер коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директор қызметін атқарамыз. Енді өздеріңізде кіріп көрдіңіздер ғой, енді дәліз емес қой, енді ол кісілер коридор деп айтты. Мен түнде де осы хабар келген екен, келдім мен. Ұлымен де Бабырмен де сөйлестім. Бізде жалпы мемлекеттік стандартқа неге Санпиннің несіне сәйкес бір адамға кемінде 4 метр квадраттан кем болмау керек деген. Соған сәйкес сол талаптың бәрі орындалып, мысалы үшін біз жұмыс жасап жатырмыз ол жерде. Әжетханада жақын ұзақ емес, душта ұзақ емес. Бұл жерде біз ол кісілерге айтқанымыз, егер ұнамаса 18-ге толмаған жас балдар мен қыздар емес қой, ол жерде бола ма деп, басында болады деген. Кейіннен баласы Бабырдың айту бойынша коридорға жатқызғасын деп бізге сондай өзінің несін көрсетті, мысалы үшін. Біз айттық, егер ұнамаса құқыңыз бар, барып ата-анаңызды алып направление өткізіп, неден кейін келсеңіздер болады, жаңағы ораздан кейін, болмасам келесі келімге. Бізде бар жоқ 2 адамға арналған койка, жаңағы бір бөлмеде 2 адам жататын двухспальный дейміз ғой, 9 орын бар. Бұл жолы 15 қария келген, мысалы үшін, ерлі зайыптылар. Оның өзі бізге енді былай айтқанда кері әсерін тигізіп жатыр. Енді алдағы уақытта, алдағы соғылатын ғимаратта біз оны талапқа енгізіп қарайтын боламыз алдағы уақытта. Сондықтан бізге келетін қариялар, мысалы үшін бір мезетте 120 адам келеді, 10 күн толық ем-домын алады, онан кейін
бір-екі күн санитардан қайтадан 10 күнге 120 адам бірден келеді. Әр келімде бізде солай. Бір келіп, бір кетіп шықпайды. Біздің ізетті зейнеткер шипажайымыз алғашында 23 жылдың 1 қарашасында әкім қаулысымен Шымкент қаласының зейнеткерлеріне арналған 70 орындық шипажай болып ашылды. Ол қала орталығында болды алдында. Онан кейін 25 жылы әкімнің тікелей қолдауымен, тапсырмасымен наурыз айында осы жаңа ғимаратқа көшіп келдік. Бұл жер уже 120 орындық. 120 орындық койка кезінде біз 3,5-ға жуық адам қамтимыз. Алдын 70 орындық кезде 2,000-ға жуық қызмет көрсететін тұғымыз қарияларға. Жалпы қала бойынша 102,000-ға жуық қарияларымыз бар зейнеткер жасына жеткен. Оның ішінде 30,000 кезекке қойылған. Сол кезекпенен бізге 1-2 жылдың төңірегінде жіберіп отырады. Өйткені қаланың несіне сәйкес белгіленген мәслихаттың шешіміменен қала тарапынан бүкіл ем-домның бәрі бізде тегін жүргізіледі. 10 күн бойы толық сенбі-жексенбіде әріптестерімізбен демалмай барынша қариялардың алғыстарын алуға тырысып қызмет жасап жатқан жайымыз бар. Біздің шипажайымызда 25 түрлі ем-дом түрі бар. Жалпы алдағы жоспарымызға сәйкес, егер былтыр қазан айында қарттар күніне қарсы әкім келіп қариялар құттықтаған кезінде де ғимараттың егесіне осы жерде біраз өтініштер айтып тапсырмалар берілді. Алдағы уақытта тағы да 120-130 орындық ғимарат соғылып 250 орындық шипажай болу керек деді. Сонда біз бір жылда 70,000-ға жуық қарияларға қызмет көрсетеміз. Қазақ қоғамында қария қазына, олардың қадір-қасиетін сақтау, жайлы жағдай жасау тек отбасының емес, әлеуметтік мекемелердің де жауапкершілігі. Осы жағдайдан соң Бабур мырза мен мекеме мәмілеге келіп, ұлы ата-анасын өз еркімен үйіне алып кетті. Енді сіздер алып кетем деп жатсыздар ма? Алып кетесіздер ма? Алып кетудің бас себебі қысқа нұсқа айтыңызшы. Иә, ана отказ жазып берсін, алып кетеміз болды. Ұнамады ғой. Ұнамады.